Ассалаумағалейкум достар. Тағы Грузия жеріне, Кутаиси қаласына келіп қалдым. Осы жолғы мақсат ең бірінші қазақ еліне бір жақсы клиентімізге бір жақсы көлікті ұсыну. Көлік базарына барам, ол жерде бағаларды түсіремін. Бүгін қазанның 8-і, Грузия елі күн өте ыссы. Ауа райы керемет болып тұр. Бұйырса видеоның соңына дейін көріңіздер, лайк басып, комментарий қалдырып, ойларыңызбен бөлісіп отырыңыздар. Қандай көлік қараймын, комментария жаза кетіңіздер. Келесі жолы міндетті түрде сіздерге сол көліктерді түсіруге тырысамын. Сол себептен бірге болыңыздар. Достар, аман есен шекаралық бақылау қызметінен өттік. Кутаиси қаласындамыз. Қазір бұйырса обменный пунктке барып, ақшамызды айырбастап аламыз. Енді алла бұйырса долларымызды грузиндік лариға айырбастап аламыз. Яғни ларидің бір құны сатып алу бағамы 2,61 лариді құрап тұр. Яғни долларға шаққанда. Кутаисидан автобусқа билет алып Тбилисиге қарай жолға шықтым. Бұйырса үлкен карустармен жетіп аламын. Иншалла бұйырса құны 25 лари тұрады. Яғни 5000 теңгедей осындай автобустармен жетіп аламын. Иншалла бұйырса. Автобусқа жайғастым. Бұйырса кондиционер бар, зарядка бар, жағдай бар. Жатып шалқайды. Бағасы 5000 теңге тұрады. 25 лари.
тамақтануға бір ливандық ресторанға келдім. Бейрут Паша деп аталатын ресторан. Тамақтары кішкене қымбаттау екен. Көрсетіп жіберейін қазір. Бейрут Паша ресторан. Қайырлы таң, достар. Грузияда сағат таңғы 6. Қонақ үйден ұйқыдамыздан аман-есен оянып, осындай бір керемет террасаға шығып, таңғы асымды ішем, бұйырса шаймен. Ауа керемет, достар. Достар, мына Грузияға рынок, авторынокқа кіріп кеткенде автопапада осындай грузиннің жалауы және украинаның жалауы тұрады. Ол дегеніміз мына осы базарды украинецтер ашқан деген. Соның құрметіне украинаның жалауы деп тұр. Бұл соғысқа ашқандай не қатысы жоқ. Грузиннің жерінен Еуропадағы ең үлкен базарды украиндар ашқан. Достар, осындай джетта бар, керемет, 2 объем, простой мотор. Volkswagen Passat екен джеттамыз. 2018, $9,000. Салоны әдемі өте. Өтені осындай TCI двигатель. Ондай джетта бар қасында. $800, 2019, 1.4 объем, керемет джетта. Достар, осындай керемет Toyota Prius бар, гибрид, нағыз эконом, такси, бюджетный варианттағы көліктер. 2013 жылға 1.8 мотор, $282,000 миль, $6,500. Салон осындай әдемі. Гибридтік системадағы көліктер. Жартылай батарея, жартылай бензин. Арты осындай әдемі дизайнда. Toyota Prius 1.8 2013 нағыз жартылай гибрид, жартылай бензин. Өте эконом, бюджетный автокөлік. Бағасы где-то 3 миллионның шамасы теңгемен. Бірақ әлде де саудасы бар. Саудасы 2,5 миллионға алып кетсең жақсы көлік. Багажы кең. Мультируль, телефон қосатын, круиз-контроль, коробка, ручник электронный, пуш-старт, климат-контроль. Мынау гибридтің бана өзінің зарядкасын көрсететін.
мотор. Toyota Prius. Это 8. Мотор керемет. Заводской штамптармен түрген. Хороший джет, старым кузовом, на обычном комплектации. Тоже на 90 можно возить. Если прямо там Volkswagen Jetta 2016 жылғы 1.8 доллар дейді, яғни саудасы бар. Это $7,000 берсе, $7,000 3 миллион 400 мың теңгенің шамасында. Салон жақсы, кожа. 3 миллион жарымға әдемі көлік. Jetta. Жақта Passat. Toyota Prius 2012 1.8 свежий гибрид. Sunquest 3.5 2014 бензин $8,800 электродверь, арт 3 места, ортасы капитан, телевизор, бесключевой доступ, заводской левый руль. Nissan Quest 3.5 2014 жылғы $8,800 дейді. Керемет көлік, таксиге капитандық сиденье, барлық комплектацияда, телевизормен. Хабарласамыз достар, Атырауға дейінгі бағасы 4,8 миллион теңге. Осы Prius'ты алдым берісі 2012 жылы. Қазір экспорт жасаймыз бұйырса. Сервизат тағы ширетіне. Көлікті бұйырса криминалистен өткіздік. Енді бұйырса экспорт жасауға кетіп жатыр. Оплатасын төледік, где-то $85 шамасында. Яғни грузиндік ларимен айтсақ $210 шамасы болады бұйырса. Prius автокөлігін Қазақстанға растаможкеге ақшасын есептеп қойдық. Где-то 200 мың шамасына шығады. Растаможка 2012 жылғы Prius.
Сәттілік деп қойыңдар достар. Грузиядан көлік алудың жолдары өте тиімді әрі арзан, только тек қана доллардың көтеріліп кеткені болмаса, бұлай жақсы вариант, жақсы көлік алуға. Сіздерде көлік алғыларыңыз келсе, немесе бір жақсы көлік іздесеңіздер, тапсырыс беріңіздер, әкеліп жеткізіп береміз, немесе бізбен бірге де келуге болады. Оның бір өзінің бір құны бар, бағасын маған жеке хабарлассаңыздар айтамын. Транзиттік нөмірімізді алдық достар. Бұйырса енді осы нөмірімізді тағып алып Қазақстанға жолға шығамыз, және шықпастан бұрын міндетті түрде Ресей мемлекетінде өтуге арналған обеспечение қағазымызды жасап жолға шығатын боламыз. Оны жасауға бір жоқ дегенде 5-6 сағат уақыт кетеді, барлық күтуімен, жасалуымен. Енді осындай Toyota Prius көлігі бұйырған екен. Қазақстанға жолға шығамыз. Бұйырса бүгін заправкамызды жасап алып жанармайымызды. Түнімен жүріп достар, тауды да көрдік, тасты да көрдік, қарды да көрдік, суды да көрдік достар. Жол өте қауіпті, перевалдар өте көп, таудың жолы болғасын, тұманды да жолдан бастан кешірдік. Қазақстанға дейін енді Алла жолымызды оңғарсын, аман есен жетейік. Жолдағылардың барлығы жолдарыңыз болсын. Грузия границасына жеттік, аман есен. Автокөлікті өткіздік. Бұйырса енді Варсқа барып көлік тапсырамыз. Достар, күн салқын. Варстың транзиттік обеспечение қағазымыз дайын болатын жерде стоянкідеміз. Осы жерде 1 сағат, 2 сағат, кейде 4-5 сағат, кейде жарты күн күтуге тура келеді. Қағазымыз қалай дайын болады, солай жолға шығамыз. Біздер негізі әдеттегідей 1 сағат, 2 сағатта шығып кететін едік, бірақ бүгін біздер уже 8 сағатқа тұрып қалдық. Осындай керемет көрініс, таудың етегі, екі таудың ортасы, шекара. Алла бұйырса, видеоның соңына дейін көресіздер, иншалла. Вот бизнес. Вечерний ішінен кофе, чай. Тәтті тоқаштар сатып отыр. Достар, Варстың стоянкасындеміз. Күн -5 градус қар жауып тұр. Өте салқын. Бүгін октябрьдің 11-і. Транзиттік көліктердің бәрі тұр, осындай жерде. Көліктер шыға алмай жатыр. 15 сағат болды. Күткеніміз түнгі 2-де келіп еді, кешкі сағат 6 болды. Обеспечение қағазы дайын болмай жатыр. Осы тұрған көк КПП пост, яғни осы обеспечение қағазымыздың дайын болатын, сейф пакеттің дайын болатын спискілерін беретін жер. Бұл жерде талай қазақтың жігіттері, қырғыздың жігіттері, талай. Жалпы ол емес енді, жалпылама транзиттік нөмірді айтып жатқан, Ресей территориясынан өтіп жатқан жігіттердің бәрі осы жерде сағаттап, тіпті кей кездері 7-8 сағатта. Бүгін, например, біздер өзім 18 сағат тұрып, ответін әлі ала алмай жатырмын. Алда жол өте тайғақ, -5 градус қазір. 11 қазан 2023 жыл. Бір қызық қар жауып, таудың басы көк тайғақ болып, сондай бір қызық ауа райына тап келдім. Иншалла елге аман есен жетейік бауырлар. Лайк басып, комментарий жазып, пікір қалдырып қойыңыздар. Жолдың қиындықтарын бірге түсіремін сіздермен бірге. Осы жерден өтіп кетсек, Алла бұйырса
Әрі қарай Владикавказ, Ингушетия, Шешенстан, Грозный, Кизляр, Калмыкия, Астрахан деп кіріп барам. Алла бұйырса 800 километрді артқа тастап, сосын ары қарай өзіміздің Гәншкеннің жері Атырауға барып, аман-есен Эсфаханға кіріп, осы Toyota Prius гибрид автокөлігімді растамашкасын жасап қаншаға шыққан жазамын бәрін видеоның соңында. Жолға қанша кеткенін, қандай қиындықтар болғанын осы видео арқылы білесіздер барлық информацияны. Достар, соңына дейін бірге болыңыздар видеоны.